Саламатсыздар ма? Ақтөбе қаласы номер 7 Арман бөбекжай балабақшасының тәрбиеленушісі Берік Ұланның анасы боламын. Біздер шебер әке, өнерлі ана, еңбекқор бала атты байқауға қатысып жатырмыз. Осы орайда өзімнің балама өз қолыммен батыр костюмін тіккен болатынмын. Сол батыр костюмнің дулыға бас киімін осы видеода сіздермен бірге безендіретін боламыз. Кейбір детальдарын қосып, дулыға бас киімін аяқтайтын боламыз. Ол үшін бізге термоклей керек. Термоклейді дулығаның жан-жақтарына жағып шығамыз және оған осындай металл пластик тесімімізді жабыстырып шығамыз. Ол әсемдік үшін және үстіндегі оюларына сай болып жасалынған күміс түстегі біздің металл пластигіміз сән беріп, көрік беріп тұрады деп ойлаймын. Осы жерде баламызға қолөнерді көрсетіп жатырмыз. Балаға жастайынан қолөнерді көрсетіп, бойларына сіңірсек, өте пайдалы деп ойлаймын. Мінекей, мына жерде әкесі болса, қамшыны безендіріп жатыр. Қолөнер бұл қазақтың асыл мұрасы, асыл қазынасы, атадан балаға келе жатқан асыл құнды мұрамыз. Осындай қолөнерді көрген бала болашақта да өзіне пайдасына жаратады деп ойлаймын. Жігітке жеті өнерде аз демекші. Осылай әкесі баласына арнап өз қолымен домбыра сувенирін жасап берді. Оған үкісін тағып, оюларын жабыстырып, моншақтарын жабыстырып безендірді. Және менің осындай жасап қойған диадема сияқты бөлшекті осы жерге орналастырып, ыстық желімен клейлеп, жан-жақтарын басып, формасын ұстап тұру үшін осылай жабыстырып шығамыз. Және осындай кожадан жолақтар кесіп алып, оны орап, видеодағыдай. Бұны қазір біз дулығаның жоғарғы жағына бекітетін боламыз. Мінекей, біздің осымен дулыға бас киіміміз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Оның кеудешесі, белдігі, шалбары және қолына тағатын нарукавнигі барлығын өз қолымен жасаған болатынмын. Нағыз батырға ұқсап қалды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.